Қыстың қаһары қайтып күн жылынды. Менде әр осындай период сайын бір түрлі меланхолиялық, ностальгиялық сәттер болады. Алғашқы қар түскенде, кішкентай кезімде, қысты күні сабақтан қайтып бара жатқанымды көремін. Көктем шығып күн жылығанда түтін мен наурыз көженің иісі есіме келеді. Ешкімнің құйрығындай қысқа өмірімде соншалықты көп зат көрдім. Ауызбен айтып шықпайтын, сөзбен сипатталмайтын сезімдер сездім. Менің енді байқағаным, мен есейіппін. Есейгенім ақыл тоқтатып, бәрін білген, білмесем қорықтай біліп алғаным емес. Балалық шағымның біткені. Енді ешқашан достарыммен мектептен қайта алмаймын. Үзілісте бір телефонға жиналып, бәріміз ойын ойнай алмаймыз. Мәңгі дос боламыз деп серттескен достарыммен араласпағалы жылдан асты. Өмір өз ретімен кетіп жатыр. Маған осы қарапайым факт енді миыма жеткендей. Енді бұған дейін де түп санама өмірдің өтетіні, мәңгі доспен айырылысатыным, алғашқы ұнатқан қызға деген сезімім уақытша екенін білгендей болдым. Қазір де осы жазған уақытының қайтарылмасын білемін. Сонда да сол тәтті сәттерді уақыттың ағынына қимаймын. Осы ойыма келгенде бір түрлі сүрген өмірім туралы естеліктерді жоғалту қорқынышы пайда болады. Сүрген өмірімді, өзімнің бір бөлігімді жоғалтып алардаймын. Бірақ сонымен бірге сондай жылы, жағымды сағыныш сезімі келеді. Осы мәтінді де жазу себебім өмірімнің бір бөлігін есте сақтап қалу үшін. Естеліктерді сақтау үшін мен көп зат істеймін. Галереядағы суретті көрсем, уақыт машинасында отырғандай суреттегі сәтте түсіп, сол кездегі күйімді сеземін. Қарындастарымның туылған сәтін көріп, қаншалықты уақыт өткеніне таңғаламын. Ата-ана баласының өскен көргенде де осындай сезім болар ма деп қоям. Бұрын болған сәттің бәрі бақытты, ал мәселелері сондай жеңіл көрінеді. Түстірген видеоларымды көріп өзімді анда-санда жазып қоядым. Күнделігімді оқығанда жанымда болған бар заттарды еске аламын. Сол уақытта қаншалықты өскенімді, өзгергенімді, бұрынғы мақсатыма жеткенімді, кей арманым орынсыз күлкілі болғанын көремін. Еш затқа құлқым болмағанда, бұрынғы армандарымның біразын орындағанымды, біразына сол армандап жазған өзіме қарағанда жақын екенімді еске аламын. Өзіңді тек өзіңмен салыстыр дейді ғой. Уақытымның бос кетпегенін, қаншалықты өскенімді көріп, ары қарай жүруге күш аламын. Бұрынғы өзім арқамнан демеп жібергендей. Неге екенін білмеймін, бірақ мәтінді жақсы оймен аяқтау керек емес тәрізді. Осыны қайда көріп отқан Керей мені түсінер. Осы сәтті еске алып, жаңа күшпен жаңа белестерге шығар. Мен жаңа ғана телефонымнан галерея қарап отырып, бұл балалық дәуір бітті деген үлкен сезімде болдым. Бірақ әрқашан бір заттың соңы екіншісінің басы.